Армысыздар, құрметті ағайын. Бүгінгі біздің қонағымыз балалар үйінің тәрбиеленушісі Максим Зайкер. Енді бұл қонағымыздың негізгі мақсаты өзі қазақ тілін еркін меңгергендігі туралы. Мен атым Жүнізаев Максим, 15 жастан қазақ тілді 6 жастан баса үйрендім. Бірінші сыныпқа қазақ тіліне бардым. Құрманғызы күйі Баубарал. Келешекте қазақ тілін білсе, өзіңе көп пайдасын тигізеді. Сол үшін де қазақ тілін толық меңгергесін ғой. Мектеп бітірген кезде кім болғың келеді, қандай мамандықты игергің келеді? Татымбетке или МЧСке барам. Қазақ тілін ойын еркін жеткізе алады. Рахмет. Біздің осы Қазақстанда тұрып, біздің қазақтың тіліне, біздің сол тілге құрмет, елге құрмет дейді ғой өзі. Біздің халыққа құрмет көрсеткендеріңе. Ол дегенің менің байқайтыным осы неміс халқы, Герольд Бельгер деген жазушы бар, атақты. Ол кісі де сол қазақтың арасында өтіп, қазақша оқып, өз ойын үш тілде жеткізе алады. Қазір неміс тілінде біледі, бірақ ол кісі 80-ге келіп қайтыс болып кетті Алматыда. Бірақ өлгенше мен қазақпын деп кетті. Қазақтың сойылын сойып, қазақтың тілін мемлекеттік тіл қылыңдар деп, мысалға, өлгенше айтып кеткен кісі неміс. Рахмет саған, Максим балам. Денің сау болсын, ғұмырың ұзақ болсын, бақытты бол. Биыл 9-шы сынып оқиды екенсің, Құдай қаласа 1-2 жылда мектепті аяқтап, өзіңнің аңсаған жаңағы мамандығыңның иесі болып, осы Қазақстанда тұрасың ба, жоқ әлде Германияда тұрасың ба, Ресейде тұрасың ба, қайда тұрсаң да сен үш елдің де азаматы бола аласың. Рахмет. Жақсы оқып, жақсы меңгере бер тілдерді. Біз сені қазағымыз бар мынаяқта Максим деген деп, сол Бельгер ағаңдай мақтан тұтып жүре берейік. Сондай атақты, елге елеулі, халыққа қалаулы азамат бол. Жақсы, рахмет. Сізге де рахмет.